Авокадо бұл керемет пайдалы жеміс. Оның целлулозасында адам ағзасына қажетті барлық дәрумендер бар. Бұл жеміс минералдарға да денеге оңай сіңетін және бір мезгілде ұзақ уақытқа қанықтылық беретін моноқанықпаған майларға да бай. Құрамының арқасында авокадо танымал диеталық өнімге айналды. Бұл салмақ жоғалтуға да, спорттық тамақтануға да жарайды. Авокадо әйелдерге де, ер адамдарға да пайдалы. Қан қысымы жоғарылаған немесе жүрек ауруы бар адамдарға диетаға қосуға ұсынылады. Ас қорыту жүйесі мен авокадо қышқылдығын төмендететін және іш қатуды жеңуге көмектесетін таптырмас құрал болып табылады. Авокадо бұл жеміс витаминдерге бай. Дәрумендер А дәрумені, бета-каротин, альфа-каротин, Е дәрумені, К, С, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9 дәрумендерге бай. Авокадо құрамында бета-каротин көп майда еритін витамин А дәруменін синтезетін күшті антиоксидант, құрамында К және В9 дәрумені көп. Бірінші адамдар үшін өте пайдалы және қанның ұюына жауап береді. Ал В9 немесе фолий қышқылы адамның эмоционалды фонына жақсы әсер етеді, жүйке бұзылуларын тегістейді және депрессияны жояды. Күн сайын адамға 100 миллиграммнан аса маңызды минералдар қажет. Сондықтан көптеген маңызды заттар авокадода болады. Гемоглобин деңгейі төмен адамдарда бұл жеміс рационда тұрақты болуы керек. Темір мөлшері адамға қажетті күнделікті мөлшерге толығымен сәйкес келеді. Ас қорыту жүйесінің және іш қатудың мәселелерін жеңілдетеді. Жемістің құрамына кіретін алеин қышқылы холестеринді ыдыратуға көмектеседі және оның пайда болуына жол бермейді. В6 витамині бауыр жұмысын қалыпқа келтіреді. Авокадо көзге қаншалықты пайдалы болса, олар көру өткірлігін сақтауға көмектеседі. Дәрігерлер катаракта ауруының алдын алу үшін жемісті тұтынуға кеңес береді. Е дәрумені теріге және шашқа жақсы әсер етеді. Ол бет пен шаш маскаларында қолданылады. Қант диабетімен ауыратын адамдар үшін авокадо қажет. 30 грамм жемісте тек 3 грамм көмірсу бар және 1 грамм глюкоза көп емес. Сондықтан қант диабетімен ауыратын адамдар қанттың күрт секіруі туралы алаңдамайды. Сондай-ақ авокадо құрамында талшықтар мен майлар көп. Олар жақсы сіңеді, бірақ баяу қорытылады. Бұл қандағы қант деңгейін де реттейді. Су туралы қызықты факторлар. Суды аз-аздан 1-2 жұтымнан, бірақ әрбір 30 минут сайын ішу керек. Суды бірден ішуге болмайды. Бұлай жүрек қан тамырын жүйесін артық сұйықтықпен қайта жүктеу арқылы жүрек ұстамасын тудыруға болады. Жүрек қан тамыры ауруларымен ауыратын адамдарға сұйықтық көлемін 1-1,5 литрге дейін шектеу керек. Термен бөлінетін тұздар мен микроэлементтерінің орнын толтыру үшін минералды сілтілі суды қолданған жөн. Алкогольден мүлдем бас тарту керек, себебі оның әсері сезімді бұрмалайды, адам қызып кететінін байқамайды. Уақыт өте келе бет, мойын, шынтақ және тізені сулап тұру керек, себебі онда қан тамырлары болады. Бұл денені салқындатуға көмектеседі. Әсіресе ыстық көшеден суық бөлмеге кірсе қауіпті, осылайша ауырып қалу қаупі артады. Суық сумен бассейнге немесе су айдынына секіруге қатаң тыйым салынады. Себебі температураның күрт өзгеруі тамырлы спазм, шок немесе тіпті жүрек ұстамасына алып келуі мүмкін. Көлеңкеде алдын ала салқындап алғаннан кейін түсу қажет. Ыстықта ұзақ уақыт бойы еңкейіп басын түсіріп жұмыс істеу өте қауіпті. Бұл жағдай қысымның күрт көтерілуін тудыруы мүмкін. Күн өту салдарынан нашар болған адамға алғашқы көмек кеудесін киімнен босату.
Бөлмеде ауа баптағышын немесе желдеткішті қосу қажет. Егер сіз көшеде немесе көлікте болсаңыз, онда зардап шегушіні көлеңкеге көшіру керек. Нашар болған адамға су шашып, басына дымқыл сүлгіні немесе майлықты қою, оларды мойын мен қолтықтың ірі тамырларына қою керек. Егер зардап шегуші жақсы болмаса, жедел жәрдем шақырыңыз. Судың пайдалы жақтары: иммунитет жүйесінің негізін салатын жілік майының түрлі ауруларға қарсылығын күшейтеді. Су азық, дәрумен және минералдардың негізгі еріткіші. Ағзамыз су арқылы магний, фтор, темір, йод, кальций секілді минералдарды алады. Су азық құрамындағы керекті элементтердің ағзаға сіңуін арттырады. Эритроциттің жұмыс өнімділігін арттырады. Жасушаларды оттегімен қамтамасыз етіп, қалдық газдарды өкпеге тасымалдайды. Буын қуыстарын негізгі майлаушы зат болып табылады. Омыртқа дискілеріндегі шокты су көпшіліктеріне айналдырады. Ішектердің жұмысын реттейді, майлануын қамтамасыз етеді. Дене температурасын реттейді. Су мидың функциялары үшін күш және электр энергия көзі. Жүрек ауруы мен сал болу паралич ауруынан сақтайды. Мидан бөлінетін гормондардың жасалуы үшін қажет. Су адам зейінін ашады. Жұмыс өнімділігін арттырады. Ешқандай жанама әсері жоқ. Стресс пен депрессияны басады. Ұйқыны жөнге келтіреді. Шаршағанды кетіреді. Теріні жұмсартады. Көздерге жанар береді. Ағзада қан жасалуын реттейді. Инфекция мен рак ауруына қарсы иммунитетті күшейтеді. Қанды сұйылтып, қан айналымы кезінде қоюлануының алдын алады. Етеккірден бұрын келетін сырқат пен дене қызуын басады. Қанды сұйылтып, қатты заттардың шөгуіне кедергі жасайды. Қанның 90%, бұлшықеттердің 75%, мидың 85%, сүйектердің 28% судан тұрады. Барлық химиялық реакциялар судың қатысуымен жүзеге асады. Қажетті мөлшерде су ішпегенде біздің ағзамыз қандай болады? Мидың жұмыс істеу баяулайды. Қан қоюланады. Жүрек көп жұмыс істеуге мәжбүр болады. Нәжіс сары түсті болады. Іш қатуына, яғни запор себеп болады. Су жетіспегенде бас ауырады, бас айналады, шаршау, әлсіздік пайда болады. Ойдың тынықтығы бұзылады, тәбетсіздік туады. Су туралы 20 қызықты деректер. Бірінші, қызанақ 90% судан тұрады. Екінші, бір автокөлікті жасау шығару үшін 170 литр су шығындалады. Зерттеу нәтижесі бойынша атмосфера құрамындағы су мөлшері барлық өзендерді бірге қосып санағанда мөлшерден көп. Сиырға 1 литр сүт беру үшін 5 литр су ішу қажет. Ер кісінің ағзасы шамамен 70% судан тұрады. Біздің дәретханамыз үйден қолданып жүрген судың 35%-ын пайдаланамыз. Газет парақтарын шығару үшін шеберлер 300 литр суды керек етеді. Ауыл шаруашылығы егін өсірумен айналысу үшін әлемнің 70% су қорын қажет етеді. Жай өнеркәсіпке 22% ғана керек. 1 кило кофе өндіру үшін 22 мың литр су қажет. Африка құрлығында жылына орташа есеппен 5-10 адам диарея ауруымен өледі. Егер адам ағзасына 2% су жетіспейтін болса, онда жағдайдың адамның ойлану мен жұмыс жасау іс-әрекеті 20%-ға төмендейді. ЮНЕСКО қорытындысы бойынша әлемдегі ең таза су
Финляндия жерінде сараптамаға әлемнің 128 мемлекеті қатысқан, ал әлемдегі 1 миллиард адам әлі күнге дейін қауіпсіз суға ие бола алмай келеді. Кенияның астанасындағы су бағасы Нью-Йорктегі 10 есе жоғары. Салқын суға қарағанда ыстық суға жылдам мұз қатады. Алайда әлем ғалымдары бұл құбылыстың себебін әлі күнге дейін анықтай алмай келеді. Мектеп қабырғасынан ақ судың 3 агрегаттық күйі барын білеміз. Алайда ғалымдар судың сұйық қалпындағы 5 күйін, қатты қалпындағы 14 күйін анықтаған. Ал судың жалпы табиғаттағы түрі 1330-ге бөлінген. Жаңбыр, топырақ, қар, суы тағы басқа. Адам ағзасының талшықтары жас ұлғайған сайын судан айырылады. Бұл денедегі майдың көбеюімен байланысты екен. Емізулі баланың бойындағы су мөлшері 80%-ға, ересектерде 75%-ға, қарттарда 65-70% болады. Балықтар 75%, жануарлар 75%, картоп 76%, медуза 99%, қызанақ 96%, алма 85% судан тұрады. Әлемде су астында жүгіре алатын жалғыз жаратылыс бар. Ол кесіртке. Кесірткелер арқылы аяқтарымен су әлемде еркін қимылдай алады. Суда өртенеді екен. Әзербайжанда құрамында метан мөлшері көп су бар. Оған сіріңкені жақындатсаң, сол мезетте жанып кетеді. Жер шарындағы мұздар кенеттен еріп кетер болса, барлық жерінің 1/8 бөлігін су басып қалады. Ал мұхит суының деңгейі 65 метрге көтеріледі. ақш-та жүргізілген соңғы зерттеуде әрбір адамның орташа есеппен күніне 80-100 литр су пайдаланатыны белгілі болды. Нәтижесінде расымен де әжетханаға кететін судың мөлшері көп екендігі анықталды. Бар болғаны 3 адамнан құралған отбасы кранды тәулігіне 74 рет пайдаланған. Судың 74% жуынатын бөлмеге, 24% кір жууға, 5% ас үйге кеткен. Салыстырмалы түрде айтайық, орта ғасырда әрбір адам күніне 5 литр пайдаланған екен. Сары майдың пайдасы. Сары май кез келген адамның күнделікті рационының ажырамас бөлігі. Сары майдағы холестериннен қорқып, оны өсімдік майларымен алмастырған жандар неден құр қалады? Сары майдың пайдасы қандай? Сары май сүт майының концентраты болып табылады. Ал май бірінші кезекте жылудың қайнар көзі. Майдың бұл қасиеті әсіресе суық кезеңде пайдалы. Әрине, сары май калориялығы өте жоғары. Оған қоса майлары ағзаға оңайлықпен сіңеді. Бірақ сары майдың бұл қасиеттерін өзіміздің пайдамызға асыруға болады. Таңғы ас құрамына дәстүрлі нан мен май бутерброды өте орынды. Бұл тіпті арықтап жүретін қыздарға да артық болмайды. Күніне 30 граммнан артық емес май сіздің салмағыңызға еш әсер етпейді. Сары майдағы А, Д, Е, К дәрумендері терінің жұмсақтығы, шаштың әдемілігі мен тырнақтың саулығына үлкен әсер етеді. Мысалға айта кетсек, А дәрумені майлардың арасында тек осы сары майда бар. Күніне желінген 50 грамм май көз бен сүйек саулығына кепіл бола алады. Иммунитетті жақсартатын майды суық маусымда 60-70 граммға дейін көбейткен дұрыс. А дәруменіне байланысты май тыныс мүшелеріне ішіне майлап жөтелді емделуді тездетеді. Ал Е дәрумені қан тамырларын тазалап берік қылады, шаршағандық сезімін басады. Бәрімізде де шоколад құрамында бақыт гормоны серотонин бар екендігін білеміз. Алайда бұл гормон сары май құрамында да бар екендігін біле бермейміз. Серотонин тек көңіл күйді көтеріп қана қоймай, ұйқыны реттеп, ауру сезімін, аштықты баса алады. Сүттің майлары адам ағзасындағы жасушалар алмасу
үшін өте маңызды. Бұндай қосылыстар әсіресе мида көп. Сары майдан толықтай бас тарту ми жұмысында қиындықтарға әкеле алады. Бұл ақыл мен ой өріске зиян тигізуі мүмкін. Холестерин ұғымын бұрыннан бері денсаулыққа зияны бар зат деп санаймыз. Бірақ қажетті мөлшерде холестерин ағзамызға өте қажет. Ағзаның холестериндегі қажеттілігін басу үшін сары майды күніне 30 грамм шамасында қабылдау керек. Қазіргі таңда сары май төңірегінде пікірталас көп. Біреулер оны денсаулыққа қауіпті тағам десе, енді бірі сары майды тамақ рационынан мүлдем алып тастаудың одан да қауіпті екендігін алға тартады. Сары май минералды заттарға бай тағам. Оның құрамында калий, фосфор, кальций, натрий, селен, магний, темір, мырыш, мыс және марганец бар. Оған қоса кейбір түрлерінің құрамында А, Е және К дәрумендерімен қатар П, В1, В2, В5 және Д дәрумендерінен де кездестіруге болады. Сары майдың құрамындағы май үлесі адам ағзасына қажетті шамадан 2,5 есе көп екендігін ескеру керек. Осы жағдай холестеринге де қатысты. Сары май дене салмағы артық адамға әлбетте зиянын тигізетін тағам. Сүт өнімдеріне, соның ішінде сиыр сүтіне аллергиясы бар жандарға сары майды тұтынбаған абзал. Сары майдан аулақ болудың тағы бір себебі оның құрамында холестерин мөлшерінің тым жоғары болуы. Пайдасы: әйел ағзасында холестерин жетіспеген кезде бұл оны бедеулікке алып келеді. Оған қоса майды аз тұтыну менопауза уақытын жақындата түседі. Өзінің тамақ рационына қажетті мөлшерде сары май қосқан адамның асқазанындағы кішкентай жаралар жазыла бастайды. Сондықтан асқазаны ауыратын адамдарға сары майдан бас тартпаған жөн. Күніне желінген 50 грамм май көз бен сүйек саулығына кепіл бола алады. Сары май адамның иммунитетін күшейтіп, белсенділігін арттыра түседі. Сары майдың зияны мен пайдасын бір таразы басына қойсақ, пайдасы басымдырақ екендігіне көз жеткізуге болады. Сары майдан мүлдем бас тарту денсаулыққа айтарлықтай зиян тигізеді. Бірақ егер сіз күнделікті тамақ рационына 30 грамм сары май қосатын болсаңыз, бұл сіздің сымбатыңызға еш қауіп төндірмей, ағзаңыздың сау болуына көмектеседі. Дәрігерлердің айтуы бойынша, сары май өте құнарлы, бірақ оның ағзаға сіңуі оңай әрі тез. Сары майды аш қарынға тұтынған дұрыс. Ешкі сүті жоғарғы азықтық және биологиялық құндылығы бар ерекше тағам өніміне жатады. Өзінің физикалық, химиялық қасиеттері мен дәміне сай, ешкі сүтінің сиыр немесе басқа да ауыл шаруашылық жануарларының сүтімен салыстырғанда тиімді айырмашылықтары мол. Ешкі сүті де сиыр сүтінде казеиндік топқа жатады. Бірақ ешкі сүтінде сиыр сүтіндегі аллергиялық серпіндердің көзі саналатын альфа-казеин жоқ. Сондықтан ол сиыр сүтіне аллергиясы бар адамдар үшін ұсынылады. Құрамында бета-казеин мол болуына байланысты ешкі сүті әйелдің емшек сүтіне жақын. Ешкі сүті нәруыздарының көпшілігінің құрамында альбуминнің мол көлемі болуына байланысты құрамдас бөліктерге ыдырайды. Яғни қорытылмаған күйінде сіңбей, ұсақ үлпілдек түрінде ұюға ұшырайды. Сондықтан ол ағзаға жеңіл сіңіп, ас қорыту жүйесінің бұзылуына жол бермейді. Құрамында лактозаның төмен мөлшері сиыр сүтінен 13% кем, әйелдердің емшек сүтінен 41% кем болуы бұл өнімді лактоза жеткіліксіздігі бар адамдар үшін қолдануға мүмкін етеді. Ешкі сүтіндегі май ағзаға жақсы сіңіріледі және 4% майлықта ешкі сүті 100% сіңеді. Ешкі сүтіндегі адам ағзасының тіндерінде холестерин жиналуына қарсы тұратын ерекше метаболикалық қасиеті бар және ағзаның қорғаныс қызметін арттыратын қанықпаған майлы қышқылдарының 67% бар. Ешкі сүтінде кальцийдің мөлшері мол болады.
бірақ ешкі сүті сиыр сүтіндей темірге бай емес. Темір қандағы гемоглобиннің түзілуіне ғана емес, төтемелік жүйенің қалыпты жұмысы мен мінез-құлық сипатының сәйкестігін қамтамасыз ету үшін де қажет. Дегенмен ешкі сүтіндегі темір сиыр сүтіндегіден гөрі жақсы сіңеді. Бірақ әйелдердің емшек сүтінің сіңуі дәрежесіне жете бермейді. Осылайша ешкі сүті минералдық заттектердің, дәрумендер мен микроэлементтердің сиыр сүтінен гөрі байырақ. Ешкі сүтінің нәруыздары асқазанда тығыздалуына байланысты сіңімдірек келеді. Ешкі сүті иммундық жүйені нығайтады, асқазан ішек жолдарының жұмысын қалыпқа келтіреді, тірек қозғалысы жүйесі жұмысын жақсартып, рахаттың алдын алады, жүрек жұмысын жақсартады. Ешкі сүтінің емдік қасиеті оның құрамымен тікелей байланыстырады. Мәселен, ешкі сүті отадан кейін немесе күрделі ауруларға шалдыққан науқастарға аурудан кейін денсаулығын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Ал оның құрамында йодтың көп болуы балалардың әлі қалыптасып үлгермеген қалқанша безін қорғап, ми жұмысын жақсартады. Егер балалар диабетпен ауырса немесе тағамнан уланып қалса, онда олардың диеталық тағамдарының қатарына дәрігерлер міндетті түрде ешкі сүтін қосады. Сондай-ақ ешкі сүті асқазан қышқылы шамадан тыс көп болған жағдайда ас қорыту жүйесі ағзаларының жұмысын жақсарту үшін пайдаланады. Көптеген жас ана ешкі сүтін термикалық тазартудан өткізген кезде ол өзінің пайдалы элементтерінен айырылып қалады деп ойлап жатады. Десе де әрдайым шикі сүттің гельминттер, бактериялар мен инфекцияның ошағы болуы мүмкін екенін ұмытпағанымыз жөн. Қайнатылған сүт өзінің кейбір пайдалы элементтерімен жоғалтса да, ол стерилді таза болады, әрі ағзаның қандай да бір ауруға шалдығуына жол бермейтін болады. Қайнатылмаған ешкі сүтін оның сапасы мен тазалығына күмән келтірмесеңіз, балаларға беруге болады. Ешкі сүтінің балалар денсаулығына зияны бар ма? Ешкі сүті пайдалы болғанымен, оны шамадан тыс қолдану денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Оның пайдалы элементтері мен гипоаллергенді құрамына қарамастан, кейбір жағдайда ешкі сүтін ішуге тыйым салынады. Мысалы, дисбактериоз немесе ішектің дұрыс жұмыс істемеуі, эндокринді жүйенің бұзылуы немесе нәрестеде артық салмақ болса, ұйқы безінің дұрыс жұмыс істемеуі. Көптеген жас ананың кейде сүті қайтып кетеді. Мұндай жағдайда ана сүті болмағанымен сәбиді сүтпен қоректендірудің маңызы зор. Сол себепті осындай жағдайларда көбінесе ешкі сүтін пайдаланып жатады. Ол үшін ешкі сүтін бірде-бір концентрациялық сумен араластырып берген дұрыс. Мұндайда келесі кеңестерге құлақ түріңіз. Ешкі сүті кобальтқа бай болғанымен, онда фолий түзілімдері болмайды. Ал оның жеткілікті деңгейде болмауы бала ағзасында анемияның пайда болуына әкеп соқтыруы мүмкін. Сүтте фосфор көп көлемде болғандықтан сәбидің бүйрегіне салмақ түсуі мүмкін. Ешкі сүтіндегі калория мөлшері 66-100 грамм болғанымен, ол ағзаға тез сіңеді. Липаза ферментінің болмауы салдарынан майдың ыдырауына жауап береді. Сүт майы ыдырамаған күйі қалады. Ешкі сүтінің майлылығы 4-6, 5-4% құрайды. Кей жағдайда балалар ешкі сүтін өзіне тән иісі мен дәмі үшін ішпей жатады. Бұл ретте ешкі неғұрлым таза болса, оның сүті де дәмдірек болады. Мұндайға жол бермес үшін ешкінің немен қоректенетінін, оның қожайындары қарапайым санитарлық-гигиеналық талаптарды сақтайтынына көз жеткізу керек. Егер сүтте қылшық немесе ләйді көрсеңіз, мұндай сүттен бас тартқаныңыз абзал. Кейде тіпті ешкі малының қожайындары ағзасында қандай да бір ақауы бар ешкінің сүтін сауып, сатып жатады. Үй жануарлары арасында ең көп
тарайтын аурулардың бірі бруцеллез. Ешкі сүті балалар ағзасына дамыту үшін пайдалы әрі емдік қасиеті көп сусын. Алайда сәбидің тамақтану мәзірін жасағанда барлық факторларды ескеріп, бұл мәселеге зор жауапкершілікпен қарау керектігін ұмытпаңыз. Ең бастысы сәбидің жасы, нені қалайтынын, ағзадағы ерекшеліктерін ескеріңіз. Ал егер ешкі сүтіне қатысты күмәніңіз болса, ол міндетті түрде педиатрмен кеңесіңіз. Сәлем баршаңызға, сіздерге шиеден жасалған пирогты ұсынатын боламын. Толық нұсқасы видеоның астында. Ыдысымызға жұмыртқамызды, қантымызды салып, ағарғанша миксерлейміз. Ағарғаннан кейін сүт және майымызды құйып миксерлейміз. Разрыхителімізді және ситудан өткізілген ұнымызды сеуіп миксерлеп аламыз. Әбден ұнымыз біріккенше араластырамыз. 24-тік форма пайдаландым. Оның үстіне салмамыздың жарты бөлігін құйып, тазартылған шиені осылай видеодағыдай қойып шығып, оның үстіне мен шоколад пайдаландым. Шоколад пайдалансаңыздар да болады, пайдаланбасаңыздар да болады. Қалған жарты салмамызды үстіне құйып шығып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Салмамызды салғаннан кейін осылай қолымызбен сілкіп пешімізге саламыз. Пісіп болғаннан кейін бетін осылай қантпен әсемдеуге болады. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар. Сәлем баршаңызға, сіздерге өрмелі бөлкейдің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның астында толық рецепт жазылған. Сүтімізге қантымызды және дрожжымызды салып араластырып қоя тұрамыз. Ыдысымызға сары майымызды салып, қантымызды салып миксерлеп аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды салып, тағы да миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін жаңағы қоспамызды үстіне біртіндеп отырып қосып, араластырып, ситодан өткізілген ұнымызды сеуіп, қолымызбен илейміз. Қолға жабыспау керек тестіміз. Бетін жауып, көтерілгенше қоя тұрамыз. Оған дейін начинкасын істейміз. Алдын ала магымызды жылы сумен қойып, 15 минутқа қоя тұрамыз. Одан кейін суымыздан ажыратып алып, ыдысымызға салып, одан кейін грек жаңғағын блендерден өткізіп, және қантымызды салып, бәрін араластырамыз. Тестіміз көтеріліп, оны 4 бөлікке бөлеміз. Әрбір бөлігін оқтаумен ысып, жайып, манағы начинкамызды үстіне салып, рулет қылып ораймыз. Рулет қылып орағаннан кейін пышағымызбен қақ ортасынан бөліп, тестімізді өреміз. Осылайша 4 бөлігіміздің тестіміз дайын болып шығады. Алдын ала пешімізді қыздырып, 180 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Пешімізден шығарып, үстіне сиропты жағып шығамыз. Одан кейін дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді, ерекше болып шығады. Ас болсын, менің каналыма тіркелуді ұмытпайық. Сәлем баршаңызға, сіздерге үй жағдайында оп-оңай жасалатын торттың рецептімен бөлісетін боламын. Толық нұсқасы видеоның астында. Ұн мен сары майды осылай видеодағыдай тарам-тарам қылып, одан кейін жұмыртқамызды салып, қантымызды салып, разрыхителімізді салып, қаймағымызды салып, бәрін бірге араластырып, тесті қылдырамыз. Осындай тесті болып шығу керек. Одан кейін домалақтап, әрбір бөлігін салафанымызға салып,
мұздатқышта 1-2 сағат қоя тұрамыз. Жаңағы жұмыртқамыздың ақ бөлігі қалды, соны миксерлеп, үстіне қантымызды салып, ағарғанша, қоюланғанша миксерлейміз. 1 сағат тестіміз мұздатқышта қатты. Осылай үккіштен өткізіп, жаңағы салмамызды мешокқа салып, осылай видеодағыдай істеп шығамыз. Осындай қылып 3 данасын істедім мен. Одан кейін блендерде жаңғағымызды езіп алып, үстіне сеуіп шығамыз. Алдын ала пешімізді қыздырып, 140 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Одан кейін кремімізді дайындалып аламыз. Сарымайымызға сгущенкамызды салып, миксерлеп аламыз. Тортымыздың әр бөлігін пісіріп болғаннан кейін жаңағы кремімізді осылай жағып шығамыз. Одан кейін екінші слойын қойып, тағы да кремімізді жағып, үшінші слойын қойып, үстіне тағы да кремімізді құйып, өздеріңіз әсемдеуге болады. Мен кокос ұнтағын салдым. Сонымен дайын болды біздің тортымыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар. Сәлем баршаңызға, сіздерге кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан шығады, толық нұсқасы видеоның астында. Ең алдымен сгущенкамызге жұмыртқамызды салып, екеуін араластырамыз. Алдын ала сарымайымызды ертіп алып, құямыз. Одан кейін өлшенген ұнымызды ситодан өткізіп, үстіне саламыз. Разрыхителімізді және ванилия мен тұзымызды салып, бәрін бірге венчикпен араластырамыз. Массамыз осындай болып шығу керек. Одан кейін мен осындай форма пайдаландым. Соның үстіне құйып, 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Әбден суығаннан кейін формамыздан шығарып, кесіп, столымызға қоямыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай жасалады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар. Сәлем баршаңызға, сіздерге оңай жасалатын кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның астында толық рецепт жазылған. Менімен бірге соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмыртқамыз бен қантымызды миксерлеп аламыз жақсылап. Одан кейін сүтімізді құямыз, ерітілген майымызды құйып, тағы да миксерлейміз. Одан кейін өлшенген ұнымызды салып, разрыхителімізді салып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Жақсылап массамыз араласқаннан кейін екінші ыдысқа бөліп, біреуіне какаоны салып, тағы да миксерлейміз. Қалыпты формамызға осылай кезекпен кезек қасықпен құйып, одан кейін арахисті ортасына салып жіберуге болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша. Әбден болғаннан кейін үстіне де қойып, шпажкамен араластырып жібереміз. 200 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Міне дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын. Сәлем баршаңызға, сіздерге үй жағдайында оңай жасалатын бургерді ұсынатын боламын. Толық нұсқасы видеоның астында. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, су, ерітілген сары май, қант, дрожжымыз бен
тұзымызды салып араластырамыз. Біз қызыл бургер мен ақ бургер істейін деп жатырық. Сол үшін ыдысымыздағыны екіге ровно бөліп аламыз. Біреуін ақ, біреуін қызыл қылдырып, біреуіне қызыл красительді салып, бетін жауып, ақтың да бетін жауып 15 минутқа қоя тұрамыз. Одан кейін өлшенген ұнымызды салып, қолымызбен илейміз. Ровно бөлінген тестіміз осындай тесті болып шығу керек. Майлап жіберіп, бетін жауып, көтерілгенше қоя тұрамыз. Ақ тестінде дәл солай жасаймыз. Бұл ақ тестінде майлап, бетін жауып, жылы жерге қоя тұрамыз көтерілгенше. Оған дейін фаршымызды дайындаймыз. Фаршымызға туралған жуа, бұрыш, тұз, жұмыртқа керек. Араластырып, қызып тұрған майымызға котлеттің көлемінде қылдырып қуырамыз. Тестіміз көтерілсе, қолымызды майлап алып, бірдей болу үшін өлшеп алып, противенге домалақтап қоямыз. Бетін жауа тұрамыз, көтерілген күтіп, одан кейін жұмыртқамызды жағып, күнжутымызды жағып, алдын ала қыздырып қоямыз пешімізді. 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Жаңағы қуырылған котлетімізді үстіне сыр қойып, духовкада 15 минутқа ұстап аламыз. Одан кейін нанымыздың екі ортасынан бөліп, алдын ала соусымызды дайындап қоямыз да, осылай жағып шығамыз. Рет-ретімен листья, котлетімізді, помидорымызды және ашы қиярымызды қойып, үстін жауып, шпажкамен қоямыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай әрі дәмді болып шықты. Ас болсын, сау болыңыздар. Сәлем баршаңызға, сіздерге сәбізден жасалған рулетті ұсынатын боламын. Толық нұсқасы видеоның астынан қарай аласыздар. Ең алдымен қызып тұрған табамызға майымызды салып, одан кейін үкіштен өткізілген сәбізімізді салып, 15 минутқа қуырып аламыз. Қуырып болғаннан кейін тұз, бұрыш және чеснок, жұмыртқаның сарысын салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Жақсылап араласқаннан кейін қоя тұрып, жұмыртқаның ақ бөлігіне кішкене шым-шым тұз салып жіберіп, осылай ағартып аламыз. Одан кейін манағы сәбізімізді үстіне жаймендеп салып, араластырамыз. Жабысып қалмайтындай противенге пергаментный қағазымызды жайып, осылай тегістеп аламыз. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 8-10 минуттай пісіріп аламыз. Пісіп болғаннан кейін осылай төңкеріп, ішкі жағына творожный сырымызды жағып, менде осындай творожный сыр болды. Жеңіл түрі. Осылай әдемі болып шығу үшін мен укроп септім. Укропымызды сеуіп болғаннан кейін рулет қылып ораймыз да, пищевой пленкамен жауып, холодильникте 1 сағат ұстай тұрамыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі оңай болып шықты. Ас болсын, менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Сәлем баршаңызға, сіздерге печенье брауниді ұсынатын боламын. Толық нұсқасы видеоның астында. Ең алдымен шоколадымыз бен майымызды ерітіп аламыз. Таза ыдысымызға 1 жұмыртқаны және қантымызды салып, ағарғанша миксерлейміз. Ағарғаннан кейін жаңағы ерітілген шоколадымызды құйып, тағы да миксерлейміз. Әбден миксерленгеннен кейін разрыхителімізді, өлшенген ұнымызды жаймендеп салып, осылай лопаткамен араластырамыз. Және екінші бөлігін салып,
тағы да араластырамыз. Осындай масса болып шығу керек. Протеинімізге қасықтың көмегімен осылай салып шығамыз. 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Өте оңай әрі дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар. Бүгін сіздерге ең дәмді хит болған Сан-Себастьян чизкейгін ұсынатын боламын. Оңай жасалатын тәсілін көрсетемін. Толық нұсқасы видеоның астында жазылған. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға творожный сырымыз бен қаймағымызды салып, жақсылап біріккенше миксерлейміз. Одан кейін бір-бірден жұмыртқамызды салып, миксерлеп, солай 4 жұмыртқамызды салып отырамыз. Төрт жұмыртқамызды миксерлеп болғаннан кейін крахмалымызды және қант немесе сахарный пудрамызды салып, осылай лопатканың көмегімен араластырамыз. Жақсылап араласқаннан кейін лимон сығындысын осылай қолымызбен, көзбен сығып шығамыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін формамызды дайындаймыз. 20-лық диаметрлі форма дайындадым. Сыртын фольгамен ораймыз, өйткені жақсы пісуіне, және пергаментпен бумағымызды салып, салмамызды құямыз. Бетін лопатканың көмегімен тегістеп шығып, алдын ала пешімізді 180 градуста қыздырып, 45 минут пісіріп алуымыз керек. Осылай беті қызарып шығу керек. Суығаннан кейін холодильникте 2 сағат ұстай тұрып, суығаннан кейін қалауларыңызша бетіне шоколад құюға болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай әрі дәмді болып шығады. Ас болсын, сау болыңыздар. Сәлем баршаңызға. Сіздерге өзімнің жасаған кабачковый икраны ұсынатын боламын. Толық нұсқасы видеоның астында жазылған. Кабачковымызды алып, сыртын тазалаймыз. Одан кейін төртпіштілеп тураймыз видеодағыдай. Теркадан 3 сәбізімізді өткізіп аламыз. Пиязымызды да төртпіштілеп турап. Одан кейін қызанағымызды осылай теркаден өткізіп, қабығы қалу керек. Оны өткізбейміз. Және чесногымызды езіп аламыз. Үлкен ыдысымызға майымызды құйып, оның үстіне сәбізімізді және пиязымызды салып, бұқтырып аламыз. Он минуттан кейін кабачкемізді салып, бәрін араластырып, суыз шыққанша 40-50 минут пісіріп аламыз. Осындай болып жібіп, өзінің соғы шығу керек. Одан кейін блендерімізді алып, осылай үстінен езіп аламыз. Жақсылап езілу керек. Осындай болып, одан кейін тұзымызды, бұрышымызды, қантымызды және чесногымызды салып, езілген қызанағымызды салып, бәрін бірге араластырып, 10 минуттай қайнатып аламыз. Міндетті түрде бетін жауып қайнатамыз. Өйткені кішкене атылуы мүмкін. Сондықтан жауып қойғанымыз жақсы. Одан кейін мен көп сақталу үшін сірке суын құйдым. Жақсылап араластырамыз. Міне біздің икрамыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Менде осындай банкілерде дайын болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.
Сәлем баршаңызға, сіздерге үй жағдайында оңай жасалатын бургерді ұсынатын боламын. Толық нұсқасы видеоның астында. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, су, ерітілген сары май, қант, дрожжымыз бен тұзымызды салып араластырамыз. Біз қызыл бургер мен ақ бургер істейін деп жатырық. Сол үшін ыдысымыздағыны екіге ровно бөліп аламыз. Біреуін ақ, біреуін қызыл қылдырып, біреуіне қызыл красительді салып, бетін жауып, ақтың да бетін жауып 15 минутқа қоя тұрамыз. Одан кейін өлшенген ұнымызды салып, қолымызбен илейміз. Ровно бөлінген тестіміз осындай тесті болып шығу керек. Майлап жіберіп, бетін жауып, көтерілгенше қоя тұрамыз. Ақ тестінде дәл солай жасаймыз. Бұл ақ тестінде майлап, бетін жауып, жылы жерге қоя тұрамыз көтерілгенше. Оған дейін фаршымызды дайындаймыз. Фаршымызға туралған жуа, бұрыш, тұз, жұмыртқа керек. Араластырып, қызып тұрған майымызға котлеттің көлемінде қылдырып қуырамыз. Тестіміз көтерілсе, қолымызды майлап алып, бірдей болу үшін өлшеп алып, противенге домалақтап қоямыз. Бетін жауа тұрамыз, көтерілген күтіп, одан кейін жұмыртқамызды жағып, күнжутымызды жағып, алдын ала қыздырып қоямыз пешімізді. 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Жаңағы қуырылған котлетімізді үстіне сыр қойып, духовкада 15 минутқа ұстап аламыз. Одан кейін нанымыздың екі ортасынан бөліп, алдын ала соусымызды дайындап қоямыз да, осылай жағып шығамыз. Рет-ретімен листья, котлетімізді, помидорымызды және ашы қиярымызды қойып, үстін жауып, шпажкамен қоямыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай әрі дәмді болып шықты. Ас болсын, сау болыңыздар. Сәлем баршаңызға, сіздерге оңай әрі пісірмейтін, желатинсіз жасалатын десертті ұсынатын боламын. Менімен бірге соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпайық. Толық нұсқасын видеоның астында қарай аласыздар. Ең алдымен печеньемізді блендерге салып үгітіп аламыз. Печеньемізді үгітіп болғаннан кейін құрғақ ыдысымызға саламыз. Одан кейін алдын ала сары майымызды ерітіп алып, араластырып, мен 24-лік форма пайдаландым. Сіздер 20-лық немесе 22-лік форма пайдалануға болады. Осылай видеодағыдай ыдыспен реттеп шығамыз. Водяной баняда шоколадымызды ерітіп аламыз. Одан кейін құрғақ ыдысымызға сливкимізді құйып, жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Осындай видеодағыдай. Кішкене суыған шоколадымызды осылай алып, кішкене сливкимізді салып жіберіп, араластырып, сливкиміздің үстіне құямыз. Лопатканың көмегімен жақсылап шоколадымыз бен сливкиміз араласқанша осылай бұлғаймыз. Алып қойған формамыздың үстіне құйып, бетін тегістейміз. Жақсылап тегістейміз. Одан кейін мен кішкене шоколад алып қойдым. Соны үстіне әсемдеп, шпажканың көмегімен сызып шықтым. Одан кейін 2 сағатқа холодильникке қоямыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді, әрі оңай жасалады, уақыттарыңызды кетірмейсіздер. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын, сау болыңыздар.
Сәлем баршаңызға, сіздерге молочный девочканың ең оңай жолын көрсететін боламын. Менімен бірге соңына дейін қараңыздар. Видеоның астында толық рецептің жазылған. Құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды және сгущенкамызды салып, венчикпен араластырамыз. Ескеретін жайт, сгущенкамыз жақсы сапада болғаны жақсы. Разрыхителімізді және шым-шым тұзымызды салып, венчигімізбен араластырамыз. Одан кейін ситодан өткізілген ұнымызды үстіне себеміз. Ұнымызды сепкеннен кейін венчикпен жақсылап араластырамыз. Одан кейін ерітілген сармайымызды үстіне құйып, жақсылап тұрып венчикпен барлығын араластырып шығамыз. Бірдей масса болу керек. Противенімізге пергаментный бумагамызды жайып, массамызды құйып, төртбұрыштап тегістейміз. Алдын ала пешімізді қыздырып, 180 градуста 7 минут пісіріп аламыз. Оған дейін кремін дайындаймыз. Құрғақ ыдысымызға творожный сыр және сахарный пудраны салып миксерлейміз, екеуі араласқанша. Содан кейін сливкиімізді құйып, тағы да миксерлеп, креміміз қою болғанша. 7-8 минуттай миксерге байланысты осындай қою болып шығады. Одан кейін бисквитімізді алып, жан-жағын осылай пышақпен кесіп шығамыз. Бисквитімізді төңкеріп, ортасынан төртбұрышты қылдырып, кесіп шығамыз. Тортымызды дайындаймыз. Осындай ыдысымызға астына кішкене кремімізді жағып жіберіп, бисквитімізді қойып, қатар-қатар осылай араларына крем жағып шығамыз. Жаңаға кесілген коржымызды блендерден өткізіп, осылай жан-жағына әсемдеуге болады. Үстіне өздеріңіздің қалауларыңызша қылпынай немесе мен сияқты кокосовый стружканы қоюға болады. Сіздер жасап көріңіздер, ас болсын, сау болыңыздар. Сәлем баршаңызға, сіздерге оп-оңай жасалатын баклажаннан тіске басарды ұсынатын боламын. Менімен бірге соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен блендерімізге жаңғақ, чеснок және творожный сырымызды езіп аламыз. Жуылған баклажанымыздың сыртын ашып, домалақтап тураймыз. Бізге керекті 3 нәрсе: ұн, жұмыртқа, панировочный сухарий керек. Жұмыртқаның үстіне тұзымызды салып, араластырып, одан кейін баклажанымызды бірінші ұнға, одан кейін жұмыртқаға және сухарийге салып қуырамыз. Кондитерский мешогымызға манағы салмамызды салып, осылай баклажанның ортасына жағып, 2 баклажанды біріктіріп, укропқа аунатамыз.
Сәлем баршаңызға, сіздерге кофелі печеньені ұсынатын боламын. Өте оңай жасалады, толық нұсқасы видеоның астына жазылған. Ең алдымен ыдысымызға майымызды салып, миксерлеп аламыз. Оның үстіне жұмыртқамызды салып, тағы да миксерлейміз. Оның үстіне қантымызды саламыз. Қаймаққа кофемізді салып, қасықпен араластырып, салмамызға салып, миксерлейміз. Әбден аралас болғаннан кейін үстіне какаомызды салып, миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін ситодан өткізілген ұнымызды салып, жарты бөлігін тағы да миксерлеп аламыз да, қалған ұнымызды және разрыхителімізді салып, қолымызбен илейміз. Осындай болып тесто шығады, бетін жауып, холодильникте 10 минут ұстай тұрамыз. 10 минут өткеннен кейін қолымызбен формамызға келтіреміз видеодағыдай. Пешімізді алдын ала қыздырып аламыз, 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай, өте дәмді болып шықты. Ас болсын, сау болыңыздар. Сәлем баршаңызға, сіздерге банан пирогын ұсынатын боламын. Толық нұсқасы видеоның астында жазылған. Ыдысымызға ситодан өткізілген ұнымызды сеуіп, какаомызды салып, сүтімізді құйып, жұмыртқамызды салып, майымызды құйып, қантымызды салып, разрыхителімізді салып, бәрін бірге жақсылап біріккенше араластырамыз. Формамызға сармайымызды осылай қолымызбен жағып аламыз. Кесілген бананымызды үстіне қойып, салмамызды үстіне құйып шығамыз. 180 градуста 20-25 минут пісіріп шығамыз. Пісіп шыққаннан кейін формамызды төңкеріп, тарелкамызға қоямыз. Оның үстіне өздеріңізге қалауларыңызша шоколад қоюға болады. Пирогымыз суып, шоколадымыз ерігеннен кейін кесіп столымызға қоямыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.